Қарағанды облысында ArcelorMittal Теміртау компаниясының заңгерін өлтірген күдікті іздестіріліп жатыр. Ол 54 жастағы Ирина М.ді пышақтап қылмысын жасыру үшін пәтерін өртеп кеткен. Пәтерден алып шыққанда көрдім, түрі аппақ қудай болып кеткен. Үсті басы қара күйе, үйінің ішінен қара түтін бұрқырап шығып тұр. Өте жақсы адам еді, қолынан келген көмегін аямайтын. Марқұмның пәтері түтіндеп жатқанын көршілері көріп, өрт сөндірушілерді шақырған. Құтқарушылар тұрғындарды түгел далаға шығарыпты. Сөйтсе бөлмедегі төсек өртеніпті. Үй иесінің өзі 6 жерінен пышақталған екен. Көршілерінің айтуынша, ол күйе өлгелі бірнеше жылдан бері пәтерде жалғыз тұрып келген. 2008 жылдан бері ArcelorMittal Теміртау компаниясының заңгері болған. Әріптестері марқұмды өз ісін жеттік меңгерген білікті маман еді дейді. Заңгердің өлімі кәсіби қызметіне қатысты болуы мүмкін дегенде болжам бар. Оны тәртіп сақшылары анықтап жатыр. Шахтинск қаласында пәтерде болған өрттен кейін денесінде зорлық-зомбылық белгілері бар азаматшаның мәйіті табылу фактісі Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99 бабы 1 тармағы, яғни адам өлтіру бабына сәйкес қылмыстық іс тіркелді. Қазіргі уақытта полиция қызметкерлерімен күдіктіні анықтау және қылмысты ашу бойынша кешенді іс-шаралар жүргізілуде.